байланысы бар. Қазақшылық пен тәңіршіліктің арасында ешқандай да қатынас. Ал армысыздар, Тәңір деген ол жаратушымыз болса, қазақ сол адам атадан бері жаратылып осы өмірде, жарық дүниеде өмір сүріп келе жатса, несі оның бізге қатысы жоқ, несі оның айырмашылығы жоқ. Мен исламистерге, мен нелерге бір жерлерін ашып, бір жерлерді жыртып, уайымдаудың орнына өздерінің исламдарында өздерінің сол Мұхаммед Расулдың шариға несін өмір сүрген сол хираятты сонымен отыра беріңдер. Не шаруаларың бар қазақта, бірақ сендердің бар дәлелдерің, бар анықтамаларың, сендер қазақ ұлтын шатастырып, миын уландырып, бізді өлтіріп, біздің жерімізді алып қоймақшылар. Сендердің бар армандарың, мұраттарың сол. Бірақ біз қазақ деген ұлт арабтан да бұрын өмір сүргенбіз, исламнан да бұрын өмір сүргенбіз. Нелер кетіп, нелер келмеген. Сондықтан өздерінің діндерін өздеріне, біздің дініміз өзімізге. Сондықтан шаруалардың, шатақтарын болмасын бізде.